ИП налог төлеу 2023 жылы өзгерістері. 2023 жылда ең төменгі жалақы 700 мың теңге. 2023 жылы ИП-ға салық төлеу міндетті болатын болды. Ал 2024 жылға дейін тексерілмеуге моратория жарияланды. Ең төменгі жалақы 700 мың теңге болды. Өткен жылы 60 мың теңге болатын. Ал енді сол 70 мың теңгеге сәйкес пенсионка, социальное отчисление және медстраховка жайлы айтатын боламыз. Қайсысы қаншадан келеді деген сияқты. Айта кетсек, 70 мың теңге болса жалақы ең төменгі, онда пенсионка оның 10%. 7 мың теңге. Социальное отчисление 3,5%. Есептеп қарасақ, 70 мың теңгенің 3,5%, 2450 теңге. Ал медстраховка 8%. Фиксированный ценасы 4900 теңге болды. Енді айта кетсек, егер басқа юрлицодан шотыңызға ақша түскен жағдайда салық төлейсіз. Жаңағы айтып кеткендей, оның 3%-ын құрайды. Ал егер өзіңіз толтырсаңыз, мысалы өзіңіздің қалтаңыздан немесе Каспий Голдтан жалпы аударсаңыз, ол доход болып табылмайды. ИП-ңызға түскен ақша, ол өзіңізден түскені белгілі болса, онда сіз оған налог төлемейсіз, себебі ол доход болып саналмайды. Егер ИП-ға мүлде ақша түспесе не болады? Қалай болады деген сияқты. Онда тек сен медстраховканы ғана төлейсіз. Ал әйел адамдарға байланысты декретке шығу, ИП-ға ақша салу жайында айтар болсақ, онда пенсионканы 10%-ын кәдімгі алдындағы айтып кеткендей 10%-ы 7 мың теңгені төлейсіз, яғни төменгі жалақы деп. Социальное отчисление 3,5% жаңағы 2450 теңге, медстраховка 4900 теңге. Осыларды төлейсіз. Міне бұл 2023-те налогтардағы өзгерістер. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Және де мына видеоны қарап кетіңіз. Өте маңызды видео.